Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, желіде көшпенді жігіт арнасы. 2026 жылдың мамыр айында Режеп Тайып Ердоғанның Қазақстандағы сапары барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайып Ердоған арасында Қазақстан мен Түркияның бірлескен түркиялық АНКС барлау соққы беру ұшқышсыз ұшу аппараттарын бірлесіп өндіру кәсіпорнын құру жайында үлкен ресми келісімшарт жасалды. Келісімшарт негізінде жақын болашақта Ақтөбе қаласындағы 406-шы авиа жөндеу зауытының негізінде осы АНКС ұшқышсыз ұшу аппараттарын құрастыру, өндіру және де толыққанды техникалық қызмет көрсету орталығы ашылады. Түркиялық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарынша, Қазақстан тарапы қазіргі уақытта 3 АНКС ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолданады және де осы келісімшарт аясында кем дегенде 30 АНКС ұшқышсыз ұшу аппараттарын Қазақстанда өндіруге ниетті. Енді АНКС ұшқышсыз ұшу аппараттары 2020 жылдан бері Түркия қарулы күштерінің сабында, Таяу Шығыста және де Африкада болған әртүрлі ұрыс қақтығыстарда белсенді қолданылған сенімді заманауи барлау соққы беру кешені. Техникалық сипаттамалар туралы айтатын болсақ, АНКС-тің қанатының ұзындығы 17,5 метрді құрайды, ал өзінің ұзындығы 8,6 метр. Шекті ұшу салмағы 1700 кг. Оның 350 кг пайдалы жүктемені құрайды. АНКС ұшқышсыз ұшу аппараты спутниктік басқаруымен жабдықталғандықтан 2500 км-ге дейін оператордың басқаруымен ұшып, әскери тапсырмаларды орындай алады және әуеде 9144 метр биіктікке дейін көтеріліп, 30 сағат бойы қалықтап, барлау деректерін жинай алады. АНКС-тің негізгі қызметтері сан түрлі. Бірінші кезекте барлау, қарсыластың негізгі объектілерін анықтап қана қоймай, біздің қарулы күштерге әуеден арнайы байланыс орталығы ретранслятор рөлінде ойнай алады. Және де бұнымен ғана шектелмей, қарсыластың ауыр бронетехникаланған колонналарын жою мақсатында 15-17 км-ге дейін соққы беретін түркиялық Roketsan MAM-L бозоқ сериясындағы басқарылатын жеңіл авиациялық бомбаларды қолданылады. Одан бөлек 30-40 км қашықтыққа соққы беру үшін түркиялық Roketsan компаниясы шығаратын MAM-T және де Aselsan компаниялары шығаратын LGG-81 Толун сериясындағы арнайы авиациялық бомбаларды қолданылады. Әрі қазіргі уақытта хит болған ирандық Шахед 136 дрондарын әуеде атып түсіру үшін АНКС ұшқышсыз ұшу аппараттары 8 дана Roketsan компаниясы шығаратын Черит лазермен бағытталатын әуе зымырандарын қолданылады. Ал енді жаудың терең тылына соққы беру үшін АНКС ұшқышсыз ұшу аппараттары нақ сол Roketsan компаниясы жаңадан жобалап жатқан 250 км қашықтыққа дейін соққы бере алатын 30 кг жарылғыш оқтұмсығы бар жеңіл қанатты зымырандардың 2 данасын алып ұша алады. Әрі Түркияның басқа Тюбитак Саге деп аталған компаниясы шығаратын Кузгун TJ деп аталатын 150 км-ден әрі соққы беретін жоғары дәлдіктегі қанатты зымырандарын да қолданылады. Яғни АНКС бір жағынан алып қарайтын болсақ, бар жоғы 350 кг пайдалы жүктемені алып ұшса да, өз кезегінде жақын қашықта, орта қашықта және алыс қашықтарда қарсыластың әртүрлі маңызды нысандарын талқандай алатын жойқын күшке ие. АНКС-тің өзінің электроника деңгейі де нағыз НАТО стандарттарына толық лайықты етіп жабдықталған және де Asel Flare 500, Aselsan CATS секілді қарсыластың арнайы әскери техникаларын кем дегенде 50-60 шақырымнан анықтап және де қарсыластың стационарлы әскери нысандарын, базаларын жүздеген шақырымнан онлайн режимде бақылауға мүмкіндік беретін электрооптикалық станциялармен жабдықталған. АНКС дрондары қазіргі уақытта өзінің техникалық сипаттамалары тұрғысынан бәріміз білетін Байрактар TB2 ұшқышсыз ұшу аппараттарынан бір саты жоғары және де АНКС қарапайым Байрактар TB2-ден қарағанда 2 есе ауыр пайдалы жүктемені алып ұшады. Қазіргі уақытта осы Қазақстан Республикасы өзінің шабуылдаушы авиациясын, майдан авиациясын жаңғырту мақсатында АНКС ұшқышсыз платформаларын белсенді енгізетін болса,
Қазіргі уақытта қарулы күштеріміздегі ресейлік Ми-35М шабуылдаушы тікұшақтарына және де Кеңес одағынан мұраға қалған Су-25 модернизацияланған болса да заманнан қалған, нақты ескірген деп толыққанды айта алатын шабуылдаушы ұшақтарына түсетін жүктемелерді, ауыртпашылықтарды, қауіпті миссияларды өз мойнына артып, ұшқыштардың өмірін сақтай алады. Сонымен бүгінге осы. Егер бейнеролик ұнаған болса, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.